1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл мерекені Қостанай ауданының тұрғындары қашықтыққа жүгіру жарысымен атап өтті. Қарт пен жасты ортақ мақсатқа біріктірген бұл шараға қатысушылардың бірі Сергей Салай. Қазіргі таңда оның жасы 60-та, жеңіл атлетикаға ол 53 жасында бет бұрған. Бүгін жарыс алдында буындарын қыздырып, жастармен қатар өнер көрсетуге дайындалып жатыр. Для меня это очередной Қазақстан халқының бірлігі күні өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Мен үшін бұл тағы бір жарыс, кезекті старт. Жасыма қарамастан жастармен қатар бір сапта болғым келеді. Қазіргі таңда жеңіл атлетикамен белсенді түрде айналысып келем. Қазір 60 жастамын. Маған бұл өмір салты өте ұнайды. Мереке құтты болсын, барлығына сәттілік. Бірлік күніне арналған жарысқа қатысушылардың жас ерекшеліктері әртүрлі болды. Ең басты талап қатысушылардың жасы 13-тен асқан болуы. Жарысқа мектеп оқушылары, ауданның белсенді спортшылары, қарттар мен мектеп мұғалімдері белсене қатысты. Біздің Қостанай ауданының тұрғындары және Заречный аудан тұрғындарымыз бар мерекемізбен құттықтаймын. Еліміздің жұртымыз аман болсын. Қазір жастарға енді жол береміз ғой ақырындап. Қазір көріп осай. Ең бастысы бастауы ғой ол. Бүгінгі мереке Қазақстан халықтар достығы бірлігі күні мерекесімен жарысқа қатысушыларды шын жүректен құттықтаймын. Болашақта алдағы жарыста тек қана сәттілік тілеп, күштінің күштісі жеңіске жетсін. Бұл жолғы жарыс қашықтығы 1 шақырым 800 метрді құрады. Қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді аудандық полиция қызметкерлері өз жауапкершіліктеріне алды. Олар жарыс жолына жақын көшелерді уақытша жапты. Жедел жәрдем қызметте жарыс аймағынан кезекшілік атқарып, барлық қажетті жағдайларды қарастырды. Бұл жолы Нұржан Ошобаев атындағы мектеп оқушылары алғашқы үштікте көрінді. Дистанция үлкен болған жоқ, басында темп сразу алып алдық. Сонда алдында 2 адам жүгірген. Біреудің жасы бар енді. Әйтеуір озып шықтық, солай, шүкір. Жүгіріс жақсы болды. Бірінші минуттан темп алдық. Омар бірінші келді, мен екінші келдім. Бірінші орынға негізі көздеген едім. Мақсатым бірінші орын болатын. Бірақ енді кішкене қиын болған соң үшінші болып келдім. Ажап қарсыластарың жақсы дайындалған ба? Иә, көбісі жүгіреді, көбісі спортпен айналысады, мен сияқты. Спортшылар болған соң бір-бірімен жарысқан соң. Бұл жарысқа қатысқан барлық қатысушыларға жүлделі орындар үшін медаль тағылды. Аслан Ермекбай, Олжас Есенжігітов, Алау телеарнасы, Қостанай ауданы.